Қайырлы күн, балалар. Бүгін сендер я әрпінің жазылу емлесімен танысатын боласыңдар. Ал сендерге сабақ беретін Гүлзина Жақсылық. Балалар я әрпін айтқан кезде и мен а қатар естіледі. Я деп. Біз я деп айтамыз, бірақ я әрпін жазамыз. Осы білімімізге байланысты тапсырмаларды орындап қолданып көрейік. Дене мүшелерінің таласы. Бірде дене мүшелері өзара айтысып қалыпты. Айтысты аяқ бастапты. Одан соң қол, құлақ, көз өз пайдалары туралы айтыпты. Ең соңында мұрын тұрып былай депті: адам үшін мен пайдалымын. Мен болмасам адам иісті сезе алмас еді. Сол кезде адам бәрін ортаға шақырып былай депті: босқа дауласпаңдар. Адам үшін бәріңнің де пайдаларың бар. Аяқ болмаса адам баратын жеріне жете алар ма еді? Қол болмаса адам тамақ ішіп және әртүрлі жұмыстар атқарар ма еді? Құлақ, көз және мұрын болмаса адам ести, көре және ауа жұтып, иісті сезе алар ма еді? Бәрің де адамға керексіңдер. Бір-біріңді сыйлап өмір сүріңдер деген екен. Балалар, мәтін не туралы? Дауды не бастады? Ал сендер айтыңдаршы, сендерге дене мүшелері осылай айтысқаны дұрыс па? Ал адамның айтқан сөзімен келісесіңдер ма? Бізге дене мүшелеріміздің әрқайсысының өзінің атқаратын міндеті, жұмысы бар дейді. Ол рас па? Ал сен дене мүшелеріңді біртіндеп айтып бере аласың ба? Өте жақсы. Енді аяқ деген сөзге назар аударайық. Аяқ деген сөзде 3 әріп жазылады. Бірақ айтқан кезде а, я, қ 4 дыбыс айтылады. Осыны байқадық. 44-ші жаттығуда әр сұрақтың жауабын жазайық. Әрбір сұраққа жауапты дәптерімізге жазып көрейік. Екі көзің не үшін керек? Жақсыларды көру үшін, өйткені көз көру міндетін атқарады. Екі қолың не үшін керек? Елге көмек беру үшін, қол беру, алу қызметін атқарады. Құлақ деген не үшін керек? Ақыл кеңес тыңдау үшін, құлақтың міндеті тыңдау. Ал аяғың не үшін керек? Туған жерге қайту үшін керек. Біз бұл өлеңді әдебиеттік оқу сабағында оқып, танысып, біліп алғанбыз. Ережеге назар аудар. Сөзде я дыбыстары естілгенімен, жазуда олардың орнына я әрпі жазылады. Мая 3 әріп 4 дыбыс. Сая 3 әріп 4 дыбыс. Таяқ 4 әріп 5 дыбыс. Неге бір дыбыс артық естіліп тұр? Өйткені я қосарлы дауысты дыбыстан құралған. Сөйлемдерді көркем жаз, сосын я әрпі бар сөздерді тауып, олардың астын сызып көр. Және балқия, аян деген сөздер неше әріп, неше дыбыстан құралғанын айтып көр. Сосын мына 46-ші жаттығу өте қызықты тапсырмалар берілген. Бірнеше әріптердің арасында сөз жасырынған. Мына бірінші қатарда мен шаян деген сөз көріп тұрмын. Шаян деген сөзде 4 әріп 5 дыбыс бар. Өйткені я қосарлы дауысты дыбыстан құралған. Екінші қатарда тұяқ деген сөзді көрдім. Ол неше әріп, неше дыбыстан құралған? Үшінші қатарға қараш, аялдама деген сөзді көріп тұрмыз. Неше әріп, неше дыбыстан құралғанын айтып көр. 4-ші, 5-ші қатарда қандай сөз көрдің? Комментарийге жазып қалдырсаң болады. Мен аялдама деген сөзге бір сөйлем құрап айтып берейін, қалған сөздерге өзіңнің сөйлем құрап жаз. Автобус аялдамаға келіп тоқтады. Ал сен қияр, шаян,
әсия, тұяқ деген сөздерге сөйлем құрай аласың ба? Балалар, бүгін сендер я әрпінің жазылу емлесін білдіңдер. Және мына ережені жаттап есте сақтап алыңдар. Сендерге сабақ берген Гүлзина Жақсылық.